Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Бүгінгі видеоның тақырыбын қызылмия өсімдігіне арнаймыз. Қызылмияның адам денсаулығына пайдасы және емдік қасиеттері. Құрамындағы элементтер туралы қызықты ақпараттарды жіберіп алмас үшін видеоны менімен бірге соңына дейін көріңіздер. Қызылмия көп жылдық өсімдік. Биіктігі 80-120 см, бұтаның диаметрі 48 см, тамыр мойынның диаметрі 2 см. Жер астына 150 см тереңдікке дейін енеді. Жер асты суынан көтерілген ылғалдылықпен қоректенеді. Сабағы тік, бұтақталған, жапырағы қандауыр, сопақша, жұмыртқа тәрізді. Күлтесі күлгін немесе ашық күлгін. Көп тұқымды сопақша, тік, ұзындығы 2 немесе 3 см, тегіс бұршақ қабы болады. Қызылмия бұршақ тұқымдасына жататын шөптесін өсімдік. Қазақстанның шөл-шөлейтті далалы аймақтарында өседі. Қызылорда облысының барлық аймағында кездеседі. Тамыры жуан, сабағы тік өседі. Тұқымы арқылы көбейеді. Маусым шілдеде гүлдеп, шілде-тамыз айларында жеміс салады. Жемісі құрғақ, бұршаққа. Қызылмияны жинау кезеңі күздің соңғы күндерінде немесе ерте көктем мезгілі. Тамырдың топырағынан қағып, салқын сумен жуады. 1-2 күн тағы сумен шаяды. Тамыр тазарған соң 30-35 см ұзындықта бөліктерге бөліп, 30-40 градус температурада арнайы кептіргіште кептіреді. Немесе күн сәулесін қызуымен де кептіруге болады. Кептірілген тамырды 10 жыл сақтауға болады екен. Қызылмия өсімдігі адам денсаулығына емдік шипасы мол дәрілік шөп. Біздің дәуірімізге дейінгі 426-484 жылдар бұрын бұл дәрілік өсімдік жайлы ежелгі грек тарихшысы Геродоттың өзі қызылмия тамырының 1000 сан дертке дауа екенін айтқан. Тіпті бұл өсімдікті сақтың, яғни скифтердің алтын тамыры деп құрметтеген. Қытай елінде қызылмия өсімдігі жоғарғы орынға қояды. Оның тамырын сапалы дәрі-дәрмек ретінде және дәрілік препараттар дайындауға пайдаланған. Қызылмия тамырының 23% глицерин, яғни калий мен кальций тұздары, 27% флавоноидтар, органикалық қышқылдар, эфир майы дәрумендер болады. Ғалымдар қызылмия тамырының химиялық құрамына талдау жүргізген. Онда не жоқ десеңізші, онда крахмалдың 34%, целлюлезаның 30%, біраз мөлшерде фруктоза мен глюкоза бары анықталған. Заттар қоймасы деп те атауға болады. Қызылмия тамырында жағымды иіс болғандықтан оны тамақ өнеркәсібінде де қолданылады. Мысалы, конфеттер, сироп, алкогольсіз сусындар, квас әзірлегенде. Қызылмия тамырында флавоноидтар көп, ол бауыр ауруына көмектеседі, жүрек-қан тамырлар қызметін жақсартады, қан құрамындағы холестеринді азайтады. Сылқын тигенде, жөтелгенде, тыныс алу, асқазан ауырғанда, мия тамыры қайнатпа, сироп түрінде ем ретінде қолданылады екен. Ем ұзақ уақыт жүргізіледі, дұрыс ем қабылдау денсаулыққа жақсы әсер береді. Стресс алғанда және күрделі операциялардан кейін жазылу қиын және іріңді жараларды емдеуге, ұмытшақтық, қант диабеті, қалқанша без ауруларын емдеуге жиі қолданылады. Ауруларды емдегенде мия тамырын тұнба, қайнатпа, ұнтақ ретінде пайдаланған. Астан уланғанда мия тамырының тұнбасын ішкізіп, адамдардың денсаулығын жақсартып отырған. Қызылмия тамырының кері әсерлері әйелдерге жүктілік кезінде, бауыры ауырған науқастарға, қан қысымы жоғары болғанда, көз ауруларымен ауырғанда қолдануға болмайды. Қызылмия тамырын кофе, какао, компот, маринадтар, халва, карамель, шоколадтар және қара көк шайды әзірлегенде пайдаланады. Тоқыма өнеркәсібінде бояу үшін, косметика саласында теріні дақтардан, әртүрлі тері ауруларынан қорғау үшін де қолданады. Мінеки, керемет қызылмияның жағымды да жағымсыз әсерлерімен бөлістім. Егер видеом сізге ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.